Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli kavmim. Abdügapar Sımanov atınдағы ruhani орталықта отырмыз иншалла. Мына көріп жатқан шатырымыз судан биіктігі 40 метр болады. Ені 30 метр. Ішінде балконы болады 5. Ойдағыда 1000 адамдық шатыр ғой. Бұл жерде халал тойлар, халал астар, ауызшарлар беріледі. Бірақ бұның бәрінде Абдüгапардың сол қайшы қыз той, ұл той, сүннет той болса, соған лайықты уағыздары қойылып тұрылады. Альхамдулилlah. $200 кетіп қалады деп едім, сәл жоғары кетейін деп тұр. Себебі бұның мынау астында 24, төбесінде 24 терезе, 5-те 3-тен бұлар мықтысын қылатын болсаңыз 35 миллион болады деп жатыр терезенің өзі, ал жайын қылатын болсаңыз 25 миллион деп жатыр. Әзір 10 миллион зақатын беріп қойдым. Иншалла 15-теріне бәрі қойып беріледі. Ал төбесіндегі ақ теңпен жабуды 6 миллион 400 мыңға келісіп қойдым. Ода бір аптаның ішінде жабылады. Одан кейін оның шаңырағы бар, одан кейін дуылғасы бар, алдында 2 найзасы бар, 2 қабаттың бәрі қылынады. Ал енді мына жұмыстар енді бөлек, альхамдулилlah. Адамдар келіп, құрылыс басшылары келіп, қажеге сіз бір айда боламын деп жатсыз, менде бір жылдық іс бар ғой деп жатыр. Мен айтып, Алла қаласа неге болмайды? Алла қаласа, иншалла, біз арысы 20-сында бәрін бітіріп, өсердің бәрін орында қоямыз деп отырмыз, иншалла. Алла тағала ісімізге берекет берсе, мына техникаларымыз бұзылмаса, мынаның енін 12 метр қылдым, жолдың айнала жол, ортасында жаңағы айналасында жол болады, судың шетінде. Су айнала, су альхамдулилlah. Сол 12 метр қылдым, 3-ке бөлінеді, 4 метрден әртүрлі балдардың жаңағы ойын сауықтарына, жүгірулеріне. Ал медресеміздің қыздар азанында сағат 10-ға шейін ешкім болмайды. 10-ға шейін өседегі медресенің қыздарына жүгіреді, ойнайды, қайыққа ұшады. Аржақ балдар деген сондай. Ал енді сағат 12-ден кейін, негізі 5-ден кейін, 2-3-ден кейін адамдар келеді, онда халық пайдаланады, альхамдулилlah. Асхананы арғы бетен сабатырмыз. Асхана 14-ке 14 болады. Сол жерде дәретханасы, қол жуатын жер сояқта болады, асхана сояқта болады. Иншалла, тур осы шатырдың кішкентайы болады. 14-те 14, биіктігі 10 метрдей болады, альхамдулилlah. Бұлай келіп, көпірден өткенде қолын жуып кейін кіретін болады. Ауқат сүйрен тасылады. Ал мына сусындар, шайшықтар болады. Осыншасының бәрі болып жатқаны халқым сіздердің арқыларыңыз ғой. Көп түкірсе көл дегенде, иншалла. Алла тағала қай нәрсені бол десе боласады. Ал енді бүйірге кімнің малы бүйірады, соларға ғана мал беріледі. Ал мал бүйірмағандар мал бере алмайды. Біреулер 50 теңге беріп жатыр. Біреулер 100 теңге беріп жатыр. Машалла. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, тозақ отынан сақтану үшін жарты құрма берсеңдер де садақа беріңдер деген. Жақсылыққа жарысайық, альхамдулилlah. Аллаға мадақтар болсын. Бұл біздің биылғы ішіміздің 7 объект еді. Біреуін Мұхаммад Жүсіптің объектісі бітті. Мына Абдüгапар Sımanovтың объектісі бұл бітеді. Одан кейін тұрған 92-де 12 ұстаздардың бөлім үйлері оған күш саламыз. Одан кейін қыздардың 50-ге 15 5 қабатты оқу корпусына күш саламыз. Одан кейін ненің арасындағы жатақхана бар. Оған 6-шы балдардың моншасына, альхамдулилlah. Одан кейін 7-ші мына көлге. Ал көл иншалла бір айда бітеді. Қаған істердің бәріне бас саламыз, альхамдулилlah. Құрылысы үлкен болғаннан кейін кейде 1,5 миллион кетіп қалады, кейде 1 миллион кетіп қалады. Осындай үлкен ақшаның үстінде. Себебі әлбетте үлкен. Және қырда жерлеріміз бар, егіндеріміз бар. Әзірге тек сарыпталатын уақытымыз. Иншалла күзде бәрін жайымыз деп отырмыз, иншалла. Малым қайда кетті дейтіндер бемал келіп, бухгалтериядан келіп есеп кітап қыла берсе, альхамдулилlah. Ал енді сіздермен бірге екен қыстөстегі ағаштарымыз, иншалла ашыларымыз 95% көгеріп тұр, иншалла. Жүзімдеріміз де өсіп көгеріп тұр. Алмаларымыз 2-3 мың түп алма көгерді, 1000 түп жаңға көгеріп тұр, 750 анар екен көгеріп тұр. Біз мына істі мақтан үшін қып атқан жоқпыз. Бұл істі халқымыздың келешегі үшін, Алланың разылығы үшін қып атырмыз. Соның үшін менің сіздердей халқым бар. Осы уақытқа шейін қолдап келді. Қияметке шейін қолдайды. Менің де, менің ұрпақтарымды, шәкірттерім деген кәміл сенімдемін, иншалла. Сіздей халық берген, осындай Қазақстанда ел берген Алла Субханала тағалаға мадақтар болсын. Раббым, мынау Жандарил Фердоусидің жігіттері келіп өседі қызмет қып жатыр, Раббым. Осы сенің жолында қып жатқан Сарыағаш оқу орнына, Раббым,
қанша мұсылмандар жәрдем беріп жатыр. Жәрдем бергендер жәрдем бер. Қуаттағандарды қуатта. Тосқындық батқан қымақшы болғандарға сен жетерлісің. Раббым халқымыздың сыртқы ішкі дұшпандарының жүздерін қара қыл Раббана Карим. Біз ойлағаннан да 23-ші үйін одан бұрын бітіруіміз насып қылдырған Раббана Карим. Алдымызда өте үлкен жұмыстар бар. 500 метр жер асфальт қылыну керек. 1000 метр жер 12-де 1000 метр жер цемент қылыну керек. Альхамдулилlah, мынаның бәріне бетон құю керек. Бірақ үмітіміз Раббым сенен осы уақытқа шейін қылған істерімізге сүйеніш болғасын. Иманымыз кәміл. Қияметке шейінгі істерімізге біздің кейінгі ұрпақтарымыз істерінде сен сүйеніш боласың. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Rabbim tevhidsizligimizde kıyamet şeyin мәңгі қыл. Көк туымызды қияметке шейін желбірет. Rabbim халқымызға береке бірлік бер. Хидаят бер, құт береке бер. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.